Марат Қабанбай Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданында дүниеге келген. Жиһангез Тити шығармасы. Үзінді. Таймыс, сен дәу жігітке айналдың. Әр заттың, әр баланың өз есімі болады. Мәселен, әне анау төрдегі сирақты қобдидің аты телевизор. Кәне телевизор деші, деген. Сосын сұқ саусағын жібеткізіп аузына апара беріп, девиз, деді. Әке шешесі едәуір күйделіктенді. Мамасы, ұлым, енді Таймыс деп көрші, деді. Таймыс ернін икемге келтіремін деп біраз бүрістірді. Ақыры, Тити, деді. Папасы да, мамасы да қоса қабат күліп жіберген. Кәне, менің атым Таймыс деп бір қайталашы. Таймыс бұл жолы ернін бүрістіріп қиналмады. Папасы басын сипады. Сонымен Тити ойланып отыр. Папасының қолы бос емес, туырлықтай газетті аударып төңкеріп ерні жыбырлап отыр. Ағасы Алмас көрші бөлмеде алгебрамен жанын қинап отыр. Қиналып отырған сонша X тең болады түбір астында және Y деген сынды дауысы шығып кетеді. Тити іштей күрсініп салды да ас үйге беттеді. Мамасы кешкі астан қалған ыдыс-аяқтарды жуып жүр екен. Ойнап біттің бе? Деді де қайтадан шанышқы қағаздармен алысып кетті. Мама, мен қалай Жиһангез боламын? Шешесі баласының сұрағанына оншалықты мән бермеді. Жиһангез? Болсаң бола ғой. Қалай Жиһангез боламын, мама? Жиһангез? Онысы несі тағы? Ерігіп тұрған ешкім жоқ. Ыдыс-аяқтарды жуып жатқанымды көріп тұрмайсың бе? Бар да жатып ұйықта. Жауырыннан күдірейіп алған Алмас қарды қарш-құрш басып, Титидің қолынан жетектеп келе жатыр. Өзі ой үстінде. Тити де ойланып келе жатыр. Кешегі Жиһангездік жайлы әңгіме есінен әлі шығар емес. Енді міне өзім балалар бақшасынан ауылға келген Алмасты көрген соң Жиһангездік ойы сарт есіне түсіп кетеді. Себебі Тити қалай Жиһангез боламын деп мәңгіріп отырғанда Алмас тең болады түбір астында А және Y деп қойып есеп шығарып жатқан. Алмас, Алмас деймін, деді қыңқылын қоймай. Қалай Жиһангез боламын? Алмас тұра салып ойланды. Қалай түсіндірсем екен саған? Жиһангез? Былай түсіндірейін. Сенің жасындағы балаларға Жиһангез болу үшін алыс-алыс жерлерге саяхат шегудің қажеті жоқ. Бәрібір шаршап қалып жетпей, желкелерің үзіледі. Кешке қарай күн батпай жылы киініп алып, мына көшені бір айналып шықсам болады, деді. Сонымен сөз тәмам.